Сәлеметсіздер ме оқушылар, әдебиеттік оқу пәнінің 54-ші сабағын бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы кір қоймастың көмекшілері. Бүгінгі сабақта сіздер өлеңді түсініп оқисыздар, өлең бөліктеріне ат қоясыздар, жоспар бойынша әңгімелейсіздер. Оқулықтың 15-ші бетін ашып, бірінші тапсырманы орындайық. Бұл жерде сіздерге жұмбақ берілген. Жұмбақтың шешуін табамыз. Шешуіндегі заттар не үшін керек екенін айтамыз. Бірінші, жылт-жылт етеді, жылғадан өтеді. Жауабы не болады? Жауабы әрине су. Екінші, бұдан кір қорқады, судан бұл қорқады. Бұл жұмбақтың жауабы қалай деп ойлайсыздар? Әрине сабын. Қарап тұрсаң өзіңе, сурет түсер көзіңе. Ол суреттің ұқсайды дәл қазіргі кезіңе. Жауабы айна. Төртінші, жуынып болғаныңда жүреді қолдарыңда. Жауабы орамал. Енді бұл заттарды не үшін керек деп ойлайсыздар? Әрине, тазалық сақтау үшін бізге сумен жуынамыз, кір жуамыз, беті қолымызды жуамыз және ішеміз. Сабынмен біз қолымыздағы киіміміздегі кірді кетіреміз. Айнаға қарап өзіміздің түр әлпетімізді көре аламыз. Жуынып болғаннан кейін беті қолымызды сүрту үшін үнемі бізге орамал қажет. Келесі 16-ші беттегі екінші тапсырманы қарастырайық. Бұл жерде кір қоймас деген Корничковскийдің өлеңі берілген. Оны қазақша аударған Фариза Оңғарсынова. Кір қоймас. Ең алдымен бірінші бөлікті оқып алайық. Етігімде, шалбарда бәрі кетіп қалған ба? Қарным ашып барады, қайда әлгі тамағы? Нан да маған қарамай, қашып жатыр жағалай. Шөлдеп кетіп тегімен самаурынға келіп ем, ұстатпауға бекініп, ол да кетті секіріп. Бұл не сонда? Мәні не? Не боп қалды бәріне? Үйге қарай зыттым кеп, енді мен де біттім деп, қол жуғышқа тығылдым, айғыздарын мұрынның, сияларын бетімнің сабын менен кетірдім. Аямадым сабынды, барлық кірім арылды, жүрем сатпақ-сатпақ боп. Сезбей қалдым шалбарым, жаныма кеп қалғанын. Самса жетті сосын кеп, жеші мені досым деп. Көріп аппақ түрімді, нан аузыма тығылды. Кітабымда күлімдеп, дәптерлерде біртіндеп келе жатыр жүгіре. Қарап аппақ түріме, кітаптарым қуанып, белеп те жүр бұралып. Шомыламын күнде мен, тамаша екен бұл деген. Балақайлар бәріңде дос болыңдар суменен. Енді өлеңді талдайық. Біріншісінде кір қоймас, яғни бала өте кір, салақтықты ұстанатын бала болады. Бұл жерде баланың барлық киімдері, үйдегі барлық заттары кір лас болғандықтан барлығы қаша бастайды. Яғни қарын ашса нан қашып кетеді, шөл десе су қашып кетеді. Яғни киім киін десе киімдері қашып кетеді. Ол одан кейін не істей бастайды? Үйге келіп, қол жуғышқа жуыны, беті қолын сабынмен жуып, мұрынын барлығын жуып, тап-таза бала болып шыға келеді. Сол кезде барлық заттары, киімдері өзіне қайтып келеді. Яғни кітап дәптерлері, шалбары, самса келіп аузына мені жеші деп тығылады. Яғни бұл заттар тазалықты жақсы көреді екен. Осы жерде
жаңағы енді күнде шомыламын, сумен дос боламын дейді. Енді осы өлең бойынша өлеңнің әр бөлігіне ат қой дейді. Оны жоспар бойынша әңгімеле. Бірінші бөлімде жаңағы баланың барлық заттардың қашып кетуі, осы жерге қандай ат қоямыз? Яғни бізге кір бала керек емес, немесе заттардың қашуы деп қоюға болады. Екінші бөлімде тазалыққа ұмтылу деп қоюға болады, өйткені жаңағы бала заттардың қашып кеткенін көріп, жуынып, кірін кетіре бастайды. Үшінші бөлімде қашып кеткен заттардың барлығы оған қайтып оралады. Ол тазалықты сақтаймын, сумен дос боламын дейді. Бұл бөлімге тазалықпен дос болайық, немесе заттардың оралуы деген ат қоюға болады. Енді осы жоспар бойынша жаңағы өлеңді мазмұндап көр. Төртінші тапсырма. Бұл жерде суреттер берілген жаңа мәтін өлең мазмұны бойынша. Енді ең бірінші бөлімге қай сурет сай келеді? Екінші бөлімге қай сурет сай келеді? Осыларды сәйкестендіреміз. Әрине, бірінші бөлімде баладан барлық заттары қаша бастайды. Ол бізде мына суретке сәйкес келеді. Екінші бөлімде бала заттардың қайтып оралуы үшін жуына бастайды, кірін кетіреді. Яғни бұл екінші бөлімде мына суретке сәйкес келеді. Үшінші бөлімде балаға барлық кітаптары, дәптерлері, заттары қайтып келеді. Бұл жерде бұл сурет сәйкес келеді. Бесінші тапсырма. Жеке бас гигиенасын өлеңге сүйеніп құрастырып жаз. Яғни қандай жеке бас гигиенасын сақтандыру керек? Бұл жерде 1, 2, 3 деп жазамыз. Мысалы, бірінші таңертең тұрғанда тісті тазалап, беті қолды жуу керек. Ары қарай тағы да қандай гигиеналарды ұстану керек? Енді жаңағы өлең Корней-Чуковскийдің орысша атағаны «Майдадыр» деген мультфильмі бар, қазақшасы да бар. Ютубтан бұл видеоның астында сілтемеге өтіп, қазақша мультикті тамашалаңыздар. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.